Сәлеметсіздер ме? Әңгімені тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз бай, бақуатты өмірден бомжға айналған кейіпкер жөнінде баяндалады. Бомж алға қадам басқан сайын табанынан асфальт жолдың ыстығы өтіп, маңдайын шағырайған күннің ыстығы қарып, бір жұтым суға зәру болып кенезесі кеуіп келеді. Санасында айқындалып болған жалғыз мақсаты ертерек баспанасына жету ғана. Күні бойы вокзал жағалап өткен-кеткен жолаушының жүгін көтеріп тапқан 500 теңгесі кешкілік ішер суының құны ғана болғандықтан ба, жол жөнекей кезіккен адамдарға да үйім қала сыртында еді, жолға ақшам жетпей тұр, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге беріңізші деп көгеріп қалған жанарымен еріксіз мүләйімсіп қарайды. Кейбір жан мүсіркеп азын-аулақ бірдеңесін берсе, кейбірі кеудесінен итеріп танауларын тыржитып өтіп кете берді. Амалы құрыған соң жол бойындағы аялдамалардың біріне барып тоқтап, Артем бақты базарына жүретін 14-ші маршрутканы күтіп тұра қалды. Аялдамада тұрғанымен жан-жағына қарап, біреу-міреу мына түрімді көріп қоя ма? Жоқ әлде танып бірдеңе дей ме деп басын мойнына тығып тұра берді. Қасында тұрған адамдардың біразына интеллигентті көзімен қарап, киім-киісімен тұрысын бақылап, бірін ұстаз екен десе, ал бірінің балағына жабысқан батпағына қарап, құрылысшы санап тұра берді. Автобустың бірі келіп, бірі кетіп жатты. Неше 14 келіп кеткені белгісіз. Тек бұрынғы илейтін егезі санасында саңылау беріп, біраз жерге дейін шарпылып, есінен шықпай, дәл қазір мәңгіріп тұрғаны. Жанына келіп тұрған адамға не судья, не прокурор деп болжап, бұрынғысынан бетер түксиіп аялдаманы айналып кете бермекші болып еді, иығына біреудің қолы шап ете түскенде барып, селк етіп тоқтай қалды. Басеке, сіз бе? Деп ұзын бойлы, таңқы танау, шарық беті қарқылдап күле жөнелді. Даусы кібіріктеп, мен сені танымаймын дегенімен оның Адик, яғни Айдын екенін бірден таныды. Бір кездері ауыз жаласқан сыбайластарының бірі болған. Талай жерде бірге отырып коньяк пен вискилерді ішіп, талай жас қыздың жастығын бірге құртып едік қой деп іштей өз-өзіне күбірледі. Ал Адиктің құлағының тұсына кеп не деп саңқылдап жатқаны естіліп тұрғаны шамалы. Тек даңғырап келіп тоқтаған автобустың бірінің ішіне зып ете түсіп, басына төнген қырсықтан әзер құтылғанына шүкір етті. Кондуктор қыздың жол ақысын дайындаймыз деп сыңғырлауы тағы да зәре-құтын қашырды. Қалтасын қармай бастап, келген қызға 60 теңгесін ұстатты да келесі аялдамадан түсіп, аяғын сүйрете басып ойланып кете берді. Қаланың сыртындағы алған жерлерін Айдынмен бірге келіп өлшеп, бірі өр жағына, екіншісі төмен жағына ел салып, жатқан 2 қабатты баспана салатын болып жоспарлап қайтты. Жол жөнекей 2 дос жаңа мекен етер жерлерін жуу үшін клубтардың біріне келіп кірді. Айдын болса бұрыннан бері келіп жүргенін айтып, бұл араның қыздарының қызметінің өзі қор қыздарының қызметінен әлде қайда артық екенін айтып, Беріктің аузының суын құрғатып жіберді. Жан-жағының бәрі жарқылдаған шамдар, шамдардың арасында толықсыған бикештер. Бір бағанды айнала билесе, бірі келген азаматтардың алдында анадан туғандай болып тайраңдап жатыр. Ал Берік бұрын-соңды бас сұғып көрмеген жерден өмірін құртып шығарын сезе алмады. Айдын болса Беріктің барлық іс-әрекетін өзінің қол телефонына бейнероликтерін таспалап, ішкі есебін жүзеге асыра берді. Берік болса қасындағы сенім артқан жолдасының жымысқы әрекетінен еш хабарсыз, орыстың тырна сияқты бір қызын құшақтап
люкс бөлмеге кіріп кетті. Люкс бөлмеге ере кірген қызда Айдынның алдын ала жоспары бойынша осы араға әкелген көшенің салп етек қыздарының бірі болатын. Ал Айдын болса, құрылыс барысын өз сыбайласы Дарынға айтып, бар іс-әрекетті бақылау керектігін баса айтып үйіне кетіп қалды. Берік өзінің лайсуға белшесінен батып бара жатқанын сезбей, тән құмарлығын қанағаттандырып, аяғын сілки басып, ол да жарымен балаларына кетті. Арада бір апта өтпей, құрылыс алаңына, будкалар мен үйдің тағанына керек жарақтың барлығы дайындалып болды. Айдынның технозор деп таныстырған Дарынға құрылыс жұмысын сеніп тапсырып, аптасында бір келіп кетіп жүрді. Дарын Артем базарын жағалап, Питаққа шығып жүрген торғайдан келген бірнеше азаматтармен келісімге келіп, әр апта сайын істеген жұмыстарының еңбек ақысын айтты. Қазан айы келе бастаған екі үйдің сыртқы жұмысы желтоқсан айының ортасында бір шамасы аяқталып қойған болатын. Басында құрылысшылар апта сайын еңбек ақыларын алып тұрғанымен, соңында еш қаржыға қол жеткізе алмай абдырап қалып еді. Айдын келіп, екі үйді салып жатқан құрылысшыларға мал сілекейін беріп қана қойды. Беріктің жүзін жары мен балалары бір көруге зар болып отырғаны бірнеше күннің жүзі болған. Берік тағы да Айдыннан қарызға ақша сұрап, машинасын сатқанда бәрін қайтаратынын уәде етіп, тағы да люкс бөлмесін паналап кетуге аттанды. Айдынның құрған тұзағына соңғы рет шырмалғанын ол сезбеді. Бара салысымен көңіл шықпас достарымен Аққайнардың біразын сілкіп тастасымен, өз араларында белка ойнап, қомақты қаржы тігіп, бір-бірінің қалтасын қағумен отырды. Басында біраз байлыққа кенеліп, соңында машинесі мен салып жатқан үйі өзгелердің атына аударып отырғанда барып, Айдынның құрған қақпаны алқымнан қырши шапқанын сонда барып білді. Көрінгенге дәрменсіз күйде қарап, барымды сендердің аттарыңа аудардым, енді қоя беріңдер, жайыма десе, Айдын бастатқан азаматтар қарқылдап күліп, сен қарыздың пайызынан ғана құтылдың деп зекіді. Шынымен дәрменсіз күйге жеткен Берікке бұрын болған жайттардағы бейнероликтер мен суреттерді көрсетіп, жұмыс орнынан бас тартуын талап етіп отырғаны. Айдын-ау, біз дос емес пе едік? Өткенде ғана саған жерде алып бердім ғой. Тіпті ана ініңнің оқуына көмектеспеп едім, деп мүсәпір кейіп танытып күрсінді. Бәке, деп соңғы рет сыйлайын. Сенің маған істеген жақсылықтарыңды ескеріп, мына материалдарды әйеліңе жолдайын, ол да сенің опасыз екеніңді білсін, деп Беріктің кеудесін итеріп жүре берді. Бойындағы барлық ерік жігерден ада болғаны сондай, таң бозарғанда есігін үмітсіз қағып тұрғаны. Есіктің арғы жағынан долы қатынының ызғарлы даусы саңқылдап қоя берді. Бұл кім? Мен Берік қой. Берік болсаң қайтем? Ана салдақыңның құшағына бар. Бұл арада неңді жоғалттың? Құры. Жадыра. Жаңылдым, жаздым, мені қара басты. Менде тек сендер ғана қалдыңдар, деп көз жасына ерік беріп еңіреп жіберді. Жадыра, үйдің есігін ашып, мынау сенің бар байлығың деп, қолына шамаданын ұстатып, бет қаратпай ол да кеудесінен итеріп, есікті ішінен тарс еткізіп жауып алды. Қайда барам, не істеймін деген оймен етегі жасқа толып, подъездің алдына шығып, соңғы темекісін тұтатып, жұтына сора бастады. Қай жерден жаза бастым деген ой санасынан шығар емес. Қалтасынан телефонын алып, талай жыл дәмдес болған азаматтардың бірінен соң біріне жалғап, қарызға ақша сұрады. Аз уақытқа тұрар жатын орын сұрады. Ешбірінен қайыр болмай, орнына қарай үмітсіз ойдың жетегінде жылжи берді. Астана жұртының жанарынан мейірім дейтін сезімнің оты өшіп қалған тәрізді.
ешкімнен ешкімнің жұмысы жоқ. Барлығында тіршілік үшін жанталасып, барлығы да алдап арбаумен күнелтіп жатқан сияқты. Сүрінген жанның қолтығынан сүйеп тұрғызып жатқан ешбір жан баласы көрінбейді. Тек қана бұрын мініп жүрген люкс көлігінен Айдын сигнал басып өте шықты. Өңірі өрім-өрім болған курткасын құшына оранып, бір топ алқаштардың қасына келіп, жамбасын жер иіскетті. Бұрынғы тәкаппарлықтың бірі де қалмаған бұл кезде. Бұрынғы таңдап шер астың бүгінде қоқыс жәшігіне кім не лақтырса, соны ақтара жүріп қолына ілінгенін жейтін халге түскен. Бүгін тағы да Айдынның табанына қалатын бір сәттен өзін жұбатқысы келгенімен, кондуктор қыздың бетіне келіп бедірейіп қарап, қолындағы ақшасын алмай қағып жібергенде, оны қайта теріп алуға намыстанып, теріп алудың орнына автобустан түсіп кетті. Бір топ жастар ол қылығын еріксіз мазақ етіп, олар да өзін иығынан қағып түсіп кеткенде, Айдын мен Жадыраның кеудесінен итеріп, бірі дәрменсіз күйге, бірі соңғы үмітінен айырғанын есіне түсіп, астындағы кардонды кәріздің түбіне қарай жылжытып қойып, пысылдап ұйықтап кетті. Қоқыс таситын машинаның гүрілдеген даусы оятып жіберді. Қасындағы қоныстастарының барлығы ертерек тұрып, жаппай бәрі бір-бір қоқыс жәшігін иемденіп алып, ішінен қазына тауардай ақтарып отыр. Бәрінің де өзінің иеленген жәшіктері бар, ал Беріктің жәшігін баяғыда тиеп болыпты. Енді кім не әкеп тастар деп, өз қазына қоймасының қасында екі көзі төрт болып отыр. Бүгін талқажау етер бірдеңе таппаса, ас ішпегеніне 2 күн болады. Жалпы тойып тамақ ішпегеніне сол үйінен кеткеннен бері ішпеген. Одан бері де 1,5 жылда жылыстап өте шығыпты. Меншікті мекенге қолтықтасып, подъезден шыққан ерлі-зайыпты түннен қалған астарын тастап, жан-жағындағы болмышқа көз салмастан өте берді. Берік сәл алыстағанда барып, Жадыраны сыртынан таныды. Жадыра деп айғай салғанын өзі де сезбей қалды. Жадыра жалт қарады. Бұрылып, болмыштың қасына келіп, бір кезде бойына көлденең қылшық жолатпайтын Берігінің осыншама жүнжіп кеткенін көріп, еріксіз аянышты түр танытып, қасындағы Айдынға мынаған 100 теңге берші деп сықылық қағып бұрылып кете берді. Бұл қорлыққа шыдай алмады. Асфальт бойымен заулап кетіп жатқан көліктің бірінің астына түсті де кетті. Айдын мен Жадыра көз алдында үзілген жанның өміріне араша түсе алмай, ауыздарын ашып аңырап тұрды да қалды.